Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды арнамыздан бақылап отырыңыз. Видео кейіннен тарап, қажетті жерлерге жету үшін видео астындағы бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңыз кеуетуланың қабырғаларына тисін. Бізге қосылыңыздар, біз сізге ең жақсы нүкте жалғастырамыз. Ал ендеше бастадық. Ауыр атлет Владимир Седов отбасына 5 миллион теңге беріледі. Қазақстан Республикасы ауыр атлетика федерациясы Владимир Седов отбасына 5 миллион теңге көлемінде көмек көрсетеді. Сондай-ақ ұлын тәрбиелеуде қажетті қолдау көрсетеді делінген федерация хабарламасында. Федерация спорт ардагерлерін қолдау жөніндегі бағдарлама әзірлемек. Осылайша мұқтаж ауыр атлеттерге қажетті көмек көрсетіледі. Биыл осы бағдарлама бойынша 10 миллион теңге бөлінеді. Еске сала кетейік, 35 жастағы ауыр атлет Владимир Седов өз үйінде өлі күйінде табылды. Туыстарының айтуынша ол суицид жасаған. Егер де біздің видео ұнаса, подписаться және бір ғана лайк тимесін басып кетулеріңізді сұраймыз. Лайк басқан қолдарыңызға гүл бітсін.